Неліктен Галактус жерге келгенде ең алдымен топырақты иіскейді? Ол бірден Фрэнклин Ричардсты іздеудің орнына еңкейіп ағашты тамырымен жұлып алып жердің иісін сезеді. Біріншіден, Галактус планетада селестиалдың ізі бар жоғын тексереді. Марвел мифологиясы бойынша Арис Эмсот түрлі әлемдерге селестиалдардың тұқымын себеді. Планета өмірдің жоғары деңгейіне жеткенде, ол жаңа селестиалдың пісіп жетілуіне қажет энергияны өндіре бастайды. Топырақты иіскей отырып, Галактус осы тұқымдардың бар жоғын сезе алады және ұйықтап жатқан селестиалмен қақтығысып аулақ бола алады. Екіншіден, ол жердің энергия қорын және экологиясын бағалайды. Галактус энергиямен қоректенеді, ал топырақ биосфераның кілті. Оның құрамын және толқы жиілігін талдай отырып, ол планетаның өмірлік қуаты қаншалықты мықты екенін және оны қалай тиімді сіңіруге болатынын бірден түсінеді. Үшіншіден, Галактус жердің шығу тегін іздейді. Ол планеталық ғарыштық қолтаңбасын тексеріп, оның өз тағдырымен терең байланысы бар жоғын анықтағысы келеді. Сондықтан топырақ иіскеу жай ермек емес, Галактус үшін бүкіл әлемді талдау әрекеті. Ал сіздер үшін ең қызықты дерек қандай? Оны комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.